Жаңыл Жұмақызы, сот саласының ардагері, Жылыой ауданының құрметті азаматы, судьялар одағының құрметті мүшесі. Кенжебаева Жаңыл Жұмақызы 30 шілде 1953 жылы Атырау облысы Жылыой ауданы Қойсары селосында өмірге келді. Әкесі Кенжебаев Жұма Ұлы Отан соғысының ардагері. Анасы Жаңғақ соғыс жылдары тылда жұмыс жасаған. Соғыстан кейінгі бейбітшілік кезінде ауыл шаруашылығы саласында абыройлы еңбек еткен адамдар болды. 1961 жылы Құлсары поселкесіндегі Қамыскөл мектеп-интернатына 1 сыныпқа оқуға барған Жаңыл Жұмақызы 1971 жылы орта мектепті ойдағыдай бітіріп, Алматы қаласындағы Киров атындағы Қазақ ұлттық университетіне құжат тапсырады. Бірақ талабы тасты болса да жарып жіберетін өткірлікпен келген қайсар қыздың жолы болмай, конкурстан өте алмай еліне қайтады. Сол кездегі дәстүр бойынша мектепті бітірген жастың 2 жыл еңбекке араласуы тиіс деген ұранмен ауылға қайта келіп, Тұрғызба селосындағы Балдырған бала бақшасында тәрбиеші болып жұмыс жасайды. 1974 жылы Киров атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетіне түсіп, 1979 жылы университетті тәмамдап, Атырау облысы Құлсары поселкесіндегі Ембі аудандық ауыл шаруашылық басқармасына заңгер болып жұмысқа орналасады. Ол кезде Ембі аудандық сотында жалғыз судья және сот төрағасы болып Загипаров Қабдырахман деген азамат жұмыс жасайтын. Ол өзін шақырып алып, халық заседателі ретінде қабылдап, шақырғанда келіп көмектесіп тұруы қажет екенін айтады. Сол кезден бастап Кенжебаева Жаңылдың сотпен байланысты өмірі басталады. Халық заседателі ретінде сот отырыстарына қатысып, Қабдырахман Загипаровтың төрағалық етуімен қаралып бұзылған қылмыстық және азаматтық істерді қарап, шешімдер мен үкімдер шығарады. Сондай-ақ сот төрағасы еңбек демалысында болған кезде де толықтай сот төрағасы міндетін атқарады. 1984 жылы сот төрағасының міндетін атқарып жүріп, сот залында қылмыстық іс қарап жатырған болатынмын. Істен шығып, төраға кабинетіне келсем, кабинетте ұзын бойлы, қара торы, жасы 50 шамасындағы жылы жүзді кісі отыр екен. Ол өзінің облыстық әділет басқармасының бастығы Қуанышев Төкен екенін айтты. Мен сияқты жас мамандар бар екенін білмегенін айтып, бүкіл құжаттарымды жинап, өзімен бірге алып кетті. Сол жылдан бастап мені судьялық резервке қойды. Аудандық ауыл шаруашылық басқармасында жұмыс жасап жүріп, болашағым үшін өмірлік тәжірибе жинадым, деді Жаңыл Жұмақызы жарқын сәттерін еске алып. 1985 жыл мен 87 жылдары Құлсары поселкесіндегі Теңгез монолит строй тресінде аға заңгер болып жұмыс жасайды. Ауданда халық саны көбеюіне байланысты 1988 жылы аудандық заң консультациясына адвокаттық штаттар беріліп, сол жылы адвокаттық жұмысқа ауысады. Адвокат болып жұмыс жасап жүрген кезінде судьялық резервте тұруына байланысты сол кезде облыстық әділет басқармасының бастығы Елекеев Ирак Қасымұлы 1992 жылдан бастап Ембі ауданында бір судьялық штат беріліп жатырғанын, сол орынға өзін лайықты санайтынын айтады. Жаңыл Жұмақызы 1992 жылдың ақпан айынан бастап Атырау облысы Ембі қазіргі Жылыой аудандық сотының судьясы ретінде жұмысқа кірісіп, 2012 жылы зейнет жасына жетуіне байланысты отставкаға шығады. Менің 36 жылдық заңгерлік жолындағы Атырау облысы Жылыой аудандық сотында 20 жылдың үстінде жасаған судьялық қызметім менің өмірімдегі есте қаларлық кезең болды. Өз ісімді сүйетіндіктен әр іске жауапкершілікпен қарап, әрдайым біліктілігімді жетілдіріп отыруға күш салдым. Сотқа келіп түскен істерді қарауда білім мен тәжірибе ғана емес, оған қосымша ойлану, сот әділдігін заңға сәйкес жүзеге асыру, сот беделін көтеруге күш салу қажеттілігін түсіне түстім. Әрине, әр жұмыстың өзіндік қиыншылықтар болады. Соның ішінде судьялық қызмет
азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға баса мән беру судьяға ерекше жауапкершілік жүктейді, деді Жаңыл Жұмақызы сот саласындағы сәттерін еске алып. Құрметті демалысқа шықса да, қоғамдық өмірден, заң саласынан іргесін алыс салмаған Жаңыл Жұмақызы Атырау облысының билер кеңесі қоғамдық бірлестігінің Жылой ауданындағы бөлімшесінің төрағасы міндетін атқарды. Билер кеңесінің негізгі міндеті азаматтардың арасындағы дауларды сотқа жеткізбей, екі жақтың да мүддесін сақтай отырып, әділ шешімін тауып, сот жұмысының жүктемесін азайтуға ықпал ету. Сондықтан ұзақ жылғы жұмыс кезіндегі тәжірибесін қолдана отырып, даулардың бітімгершілікпен бітуіне, отбасылардың сақталып қалуына, ағайын туыстардың арасындағы қарым-қатынастың бұзылмауына арқау болу адамгершілік парызым деп санайды. Сот жүйесіндегі мінсіз еңбегі, сот төрелігін жүзеге асырудағы табыстары, судьялар қауымдастығының белсенді қоғамдық қызметі үшін көптеген марапаттарға ие болды. Атап айтар болсақ, 2006 жылғы жұмыс қорытындысымен облыс бойынша жылдың үздік судьясы мәртебесі, Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл мерекелік медалі, Қазақстан Республикасының жоғарғы соты және Республикалық судьялар одағының, Атырау облыстық сотының құрмет грамоталары, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында судьялар одағының құрметті мүшесі құрмет белгісі, Қазақстан Республикасының сот жүйесіне 30 жыл мерекелік медалі, 3 би құрмет белгісімен марапатталды. Атырау облысы Жылой ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның алтын кітабына жазылды. Жылой ауданының құрылғанына 80 жыл толуына байланысты аудан энциклопедиясына енгізілді. Жаңыл Жұмақызы, жолдасы Сарғожиев Жақсылық екеуі тәлімі мол, өмірі мен қызметінде тағылым мен мұңдалып жатқан үлгілі жанұя. Сарғожиев Жақсылық Орал қаласындағы Пушкин атындағы мемлекеттік педагогикалық институтын бітірген. Құлсары қаласындағы кәсіптік техникалық білім беру жүйесінде көп жылдар бойы ұстаздық етіп, соңғы 20 жылда оқу ісінің меңгерушісі, директордың ақылы оқу жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарды. 2013 жылдан бері зейнеткерлік демалыста. Ата заң аясында әрекет етіп, елдің бірлігі мен татулығына сеп болған, құқықтық саланың дамуына өз үлесін қосқан Жаңыл Жұмақызы сынды айбарлы да абыройлы судьялардың қатары көп болғай.